сырт елдердің диққат-итибарын тартқан ең ажайып тарихи мирасларымыздың бірі Шылпық естелігі. Шылпық қорғаны Сұлтан Уайс тауы һәм төбешіктерінде жайласқан тарихи естелік болып есептелінеді. Ол Нүкіс қаласынан 43 километр ұзақлықта жайласқан. Оның диуаллары сары құмтастан һәм ылайдан жасалған. Шылпық диуалларында һәм пақсасында гүлал науалар болып, олар арқылы жауын сулары сыртқа ағып кететұғын болған. Хаттекі қорғанда жерасты жоллары да болған. Рус археологы, тарихшысы һәм алымы Толстов Сергей Павлович Шылпықта дәслепкі іздеулер жұмысларын алып барған. Оның пікірінше бұл естелік тахма вазипасын атқарған деген жұмаққа келген. Тахма сөзі үнсіз мұнара деген мағынаны білдіреді. Тахма дүниядағы ең айыңғы